сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз ақ жусанның пайдасы, ақ жусанның ем болатын аурулары және қолданылуы. Біріншісі, сары түріндегі бауыр қабынуға ақ жусан 50 грамм, лоңдан 6 грамм, қас бояу тамыры 4,5 грамм, бүпілеуір 6 грамм, қызылмия 3 грамм, шыланнан 10 тал суға қайнатып ішеді. Екіншісі, бауыр қабынуға ақ жусан 50 грамм, шылан 10 тал, тікен қурай 15 грамм, шикі қызылмиядан 6 грамм суға қайнатып ішеді. Екінші рецепт, ақ жусан мен ірі сәрі бұршақтың әрбірінен 200 граммды қосып қайнатып бұршақты жейді. Үшіншісі, өт қалтасының жедел қабынуына өтке тас байланғанда қуырылған бүпілеуір 10 грамм, ақ жусан 50 грамм, женьшиян шөбі 50 грамм, қызылмия 3 грамм, тауықтың бөтеге қабығы 10 грамм, жүрек жапырағы 10 грамм, қызыл шығырнықтан 12 грамм суға қайнатып ішеді. Қолдану мөлшері 6-12 грамм. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.